Қайырлы күн, құрметті телекөрермен, Каспий Ньюс арнасының тікелей эфирінде заңға сай арна қосылу болсын. Бүгінгі тақырып көліктегі құқық бұзушылықтар жайында. Студия қонағы Атырау қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған сотының төрағасы Әбуғалиева Самал Сәрсенбекқызы. Студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыздар ма, Каспий Ньюс көрермендері? Құрметті көрермен, біз сіздермен тікелей байланыстамыз. Егер тақырып аясында қояр сауалдарыңыз болса, 51-60-54 нөміріне хабарласа аласыздар. Сондай-ақ біз сіздермен әлеуметтік желілерде тікелей байланыстамыз. Өз сұрақтарыңызды пікір ретінде қалдырсаңыздар болады. Және сіздер үшін арнайы WhatsApp желісі жұмыс жасап тұр. 705-221-1958 нөміріне сұрақтарыңызды жазбаша түрде жолдай аласыздар. Самал Сәрсенбекқызы, студиямызға қош келдіңіз. Енді бүгінгі тақырып көліктегі құқық бұзушылықтар жайында. Енді қазіргі таңда ең жиі кездесетін оқиғалар деп айтсақ болады. Енді ең бірінші осы жол көлік оқиғалары салдарынан туындайтын жалпы дауларға тоқталсаңыз, олар жылдан жылға азайып келе ме, немесе көбейіп келе ме, жалпы салыстырмалы түрде сіздер қараған істердің арасында қандай істер көбіне қаралады? Осыдан бастасақ. Сұрағыңыз түсінікті. Енді Атырау қаласының әкімшілік құқық туралы жөніндегі сотының қарауында осы статистик мәліметке сүйенетін болсақ, 2020 жыл 12 айында 3230 іс түсіп, оны 3093 қаралған. Ал 2021 жылдың 12 айында 4021 іс қаралып түсіп, соның ішінде 3774 іс қаралған. Яғни көбейіп отыр. Демек, бұл тарау бойынша салыстырмаға қарасақ, 681 істе көбейгені көрініп тұр. Ол тарау енді осы кодекстің, әкімшілік туралы кодекстің 30-шы тарауында көзделген көлікке қатысты істер бойынша. Енді көбіне қандай даулар туындап жатады? Көбіне азаматтар қандай істер бойынша шағымданып жатады? Енді жаңа айтып өтсіз 4000-нан аса деп, былтырғы жылы, яғни біршама іске көбейіп отыр ғой. Енді ол істің саны көбеюіне байланысты осы көлікке қатысты істер бойынша, ол жол көлік оқиғасына қатысты істер бойынша, яғни Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық туралы кодексінің 610 бабы бойынша, осы 610 бабының бірінші бөлімі көзделген істер бойынша, яғни осы автокөліктен осы материал шығын келтірген, немесе адам денсаулығына зиян келтірген үшін бұл сондай істер көбейіп жатыр. Енді жалпы жол жүрісі туралы осы көлікте құқық бұзушылықтар туралы арнайы заң бар екені белгілі. Енді осы заңда соңғы өзгерістер, жалпы толықтырулар қашан енгізілді, бір айтарлықтай елең еткізетіндей, біздің көрермендеріміз білмейтіндей бір өзгеріс енгізілді ма? Енді мемлекет басшысының тапсырмасымен осы алкогольдік мастан күйінде автокөлік басқарған үшін заңды қатаңдату себебі осы заңға өзгеріс 2019 жылдың 27 желтоқсанда заңға өзгеріс енгізілген. Яғни атап айтып кетсем, енді бұрында осы автокөлікті алкогольдік мастан күйінде басқарған үшін 3 жылға жүргізу куәлігінен айыру жазасы көзделген болса, онда осы өзгеріс енгізілді. Сол өзгеріс бойынша, осы бап бойынша 15 тәулік әкімшілік қамау, сонымен қатар 7 жылға жүргізу куәлігінен айыру жазасы көзделген. Яғни мас күйінде көлік басқарған тұлғаға жауаптылық күшейтілді ғой? Күшейтілген болса да, бірақ та адамдар осы өздеріне немқұрайлы қарап, оны азаю емес, көбеймесе азаю көріп отырған жоқпыз енді. Бүгінге дейін осындай істер түсіп жатыр. Осы автокөлікке басқарғаны, соның қатар алкогольдік мастан күйінде автокөлік басқарғаны саны азаюда емес. Жауаптылық күшейтілсе де, енді істерден бір нақты шешім табылып жатқан жоқ, яғни көбейіп жатыр дейсіз ғой? Көбейіп жатыр, иә. Енді бұдан басқа қандай өзгерістер енгізіледі? Тек осы нақты енгізілген өзгеріс осы мас күйінде көлік басқарған тұлға? Автокөлікке қатысты сол. Енді сонымен қатар айта кеттім ғой, материал шығын келтірген деп, осы адам денсаулығына келтірген жағдайда да осындай бірінде егерде тек қана жүргізуші куәлігінен айыру жаза көзделген болса, осы әкімшілік қамау мерзімі де қатайды. Бірінде егерде 15 тәулік болса, осы заңға сай 30 тәулікке дейін әкімшілік қамауға жаза көзделген. Яғни бұл өзгеріс соңғы 2019 жылы енгізілген. 2020 жылдан бастап осы өзгеріспен күшіне еніп жұмыс атқарып келе жатырмыз.
Түсінікті. Құрметті көрермен, біз сіздермен тікелей байланыстамыз. Біздің бүгінгі тақырып көліктегі құқық бұзушылықтар жайында. Егер тақырып аясында қояр сауалдарыңыз болса, 51 60 54 нөміріне хабарласа аласыздар. Сондай-ақ біз сіздермен әлеуметтік желілерде тікелей байланыстамыз. Өз сауалдарыңызды пікір ретінде қалдырсаңыздар болады. Және сіздер үшін арнайы WhatsApp желісі жұмыс жасап тұр. 705 221 1958 нөміріне сұрақтарыңызды жазбаша түрде ғана жолдай аласыздар. Самал Сәрсенбекқызы, енді осы жол көлік оқиғасы болған жағдайда жалпы қандай жауапкершілік көзделген, жалпы жүргізушілер нені ескермей жатады, көбінесе қандай ескертулер беріледі жүргізушілерге? Енді жол көлік оқиға бойынша айта кетсек, енді бұл бап қандай осы әкімшілік туралы кодексінің 30-шы тарауында көзделген, енді жол көлік оқиғасына қатысты 60-шы бабында нақты көрсетілген, қандай жағдайда не себептен әкімшілік жаза көзделген, яғни осы көлік салдарынан адам деген материал залал келтірген немесе жүріс қағидаларын бұзылған жағдайда, осы бабының бірінші бөлігінде ол бап бойынша енді айыппұл жаза көзделген, 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл жазасы немесе 6 айға дейін жүргізуші куәлігінен айыру жазасы көзделген. Енді осы егерде жәбірленушінің денсаулығына жеңіл түрде зиян келтірген жағдайда бұл бап бойынша 40 айлық есептік жаза айыппұл көзделген, немесе жүргізуші куәлігінен айыру жазасы көзделген 1 жылға дейін. Егер де тағы да мысалы осы баптың 3-ші бөлігіне айта кетсек, автокөлік жүргізуші егер де жүргізуші куәлігін оқымаған болса, немесе жүргізуші айырылған бұл жағдайда, яғни жүргізуші куәлігі сіз автокөлік басқарған үшін бұл бап бойынша 60 айлық есептік айыппұл көзделген. Енді жүргізушілер көбіне нені ескеру керек, неден қателесіп жатады, нені ескермей жатады, нені білмей жатады? Осы нені ескеру керек, осы жүргізушілер айта кетейік. Осы жүргізуші осы Қазақстан Республикасы үкіметінің 2014 жылғы 13-ші қарашадағы 11-96 шығарылған қаулысына бекітілген Қазақстан Республикасы жол қағидаларын, талаптарын міндетті түрде білу керек, соны орындау керек. Ол осы қағидаларын орындамағына байланысты, осы жол жүріс қағидаларын бұзғанға байланысты осындай жол саны көбейіп жатыр қазір уақытта. Енді оқиға салдарынан қандай да бір тарапқа, мысалмен айтайық, бірінші тараптан бірі екінші тарапқа залал тиген жағдайда, денсаулығына болсын немесе материалдық жағынан залал тиген болса, енді бірінші кезекте кімге хабарласу керек, қай мекемеге жүгіну керек, кейде азаматтарымыз оны білмей жатады. Енді осы егерде осы жол көлік оқиғасының салдарынан екінші көлікке материал зақым келсе, немесе егерде адамға денсаулығына зиян келтірген жағдайда, енді міндетті түрде полиция қызметкеріне хабарлап, автокөлігін сол кезде қойып, қозғамау керек, немесе адам денсаулығына зиян келтірген жағдайда медицина көмегін сұрау жөнінде телефон шалып, міндетті түрде шақыру керек. Екінші адамға да көмек көрсету жағдай ескеру керек. Енді кей жағдайда деп айтайық, көбіне емес, енді оқиға орын алған кезде жол полиция қызметкерлері келмей жатып, яғни көліктерін соларынан алып кетіп жатады. Бұл қаншалықты заңды? Егер сондай жағдай орын алса, қандай жауапкершілік көзделген? Егер жол көлік оқиға болған жағдайда, қандай жағдай көзделген дейсіздер? Жол көлік оқиға болған жағдайда адам деген болма жол көлік оқиғасы, сол міндетті түрде жол жүріс қағидаларын айтып кеттім ғой, соның талаптарын міндетті түрде орындау керек. Яғни жол көлік оқиғадан кейін көлігін қозғамау керек. Полиция қызметкерлері келгенше сол жерде тұрып, полиция қызметкері келгесін сол жол көлік оқиға бойынша анықтап, жол көлік оқиғасының схемасын жасаттап, екі жақтың қатысуымен міндетті түрде схемасын толтырып, сосын ары қарай енді хаттамасын толтырады, қай жақ кінәлі екен, кінәлі емес екен, соны анықтап. Түсінікті. Құрметті көрермен, біз сіздермен тікелей байланыстамыз. Егер тақырып аясында қояр сауалдарыңыз болса, сіздер үшін арнайы WhatsApp желісі жұмыс жасап тұр. 705 221 1958 нөміріне сұрақтарыңызды жазбаша түрде жолдай аласыздар, және 51 60 54 нөміріне қоңырау шала аласыздар. Сондай-ақ біз әлеуметтік желілерде тікелей байланыстамыз. Өз сауалдарыңызды пікір ретінде қалдырсаңыздар болады. Біз енді тікелей байланыстамыз. Бізге WhatsApp желісі арқылы келген көрерменімізден сауал бар. Сәлеметсіздер ме? Менің сұрайын дегенім, жол көлік оқиғасын тудырған тұлғаның кінәсі қалай бекітіледі, және көлік құралдары иелерінің азаматтық құқықтық жауапкершіліктерін міндетті сақтандыру кезінде қандай құжаттар керек, қандай құжатпен дәлелденеді дейді. Көрерменіміздің сауалы сізге түсінікті ғой? Көрерменнің сауалы түсінікті. Енді жол көлік оқиғасынан
қандай жағдай кінәсі анықталады деп отырсыздар ғой. Қалай бекітіледі? Қалай бекітіледі, иә. Қандай жауапкершіліктер міндетті дейді сақтандыру кезінде? Енді жол көлік оқиғасына адам қатысушы адам, осы айта кеттім ғой, осы жол көлік оқиғадан кейін міндетті түрде полиция қызметкерін шақырып, соны анықтап, сол жол көлік оқиғасын схема жасақтайды. Сол уақытта енді екі жақтың қатысуымен міндетті түрде қаралу керек, схема толтыру кезінде, себебі әр адам көрсетеді ғой, тұлға осы жерде болған оқиға деп көрсетіп, соны бәрін белгілеп, содан кейін ішкі істер басқармасына барып, екеуінің қатысуымен осы кім кінәлі екен, сол кісіге қатысты хаттама толтырылады. Егер де кейбір жағдайда болады, адамдар хаттамамен келіспей, жол көлігі менің кінәм емес, бұл кісінің кінәсі, екінші адамның кінәсі деп айтуында жағдайда болып тұрады. Енді хаттама толтыру барысында құқықтары міндеттерін түсіндіріп, міндетті түрде енді хаттама сол белгілеп көрсетеді. Тұлға хаттамамен келіспеймін, жол көлік оқиғаға менің қатысым жоқ деп айтып кетеді. Көрсетіп кетеді хаттамаға, енді іс материалын сотқа тапсырып, судебный кабинет арқылы сотқа түсіп, енді сот істі қарау барынша анықтайды. Іс бойынша қандай дәлелі бар, видеожазба болсын, фотосуреттер бар болсын, сонымен анықтап, сонда шешіп қалышады. Енді мұндай жол көлік оқиғасы туындаған кезде міндетті түрде енді соттың көмегімен шешіле ме мұндай істер? Оған дейін қаралатын бір қандай этаптары бар, немесе басқа да бір шешу жолдарымен, мысалға әртүрлі жобалар бар деген сияқты? Жоқ, енді соттың қарау барысында анықтайды ғой, бұл кісінің кінәсі бар ма, жоқ па екен. Видеожазба, сол оқиғасы кейбір жағдайда болады, осы видеожазба түспеген дегендей болатындай жазба, сонымен қатар қалай түспеген, сосын анықтаймыз. Хат жібереміз, сосын полиция қызметкеріне айтамыз, осы қандай мекемелер бар, дүкендер бар ма, супермаркет бар, олар бәрінде қазір камерамен қамтылған ғой. Соның бәрін сұрастырып, анықтап, сосын енді кім кінәлі, кім кінәлі емес, соны сот отырысында анықтап, шешім шығарып береді. Кейбір жағдайда болады, ол кісінің кінәсі жоқ екенін анықтап, құрамы жоқ болуына байланысты ол кісіге қатысты іс қысқартылады. Енді көрерменімізге түсінікті деп ойлаймын. Рахмет көрермен сауалыңызға. Енді жалғастыра кетейік. Осындай оқиға орын алған кезде енді азаматтар тегін адвокат көмегіне жүгіне ала ма, бұл заңда енді қарастырылған ба, шақыра ала ма? Әрине, енді ол кісінің құқықтары айту мүмкін. Мен өзі түсінбеймін, осы іске қатысты міндетті түрде мені қорғаушымен қамтамасыз етуін сұрайды, бұлар өтініштерін білдіреді. Яғни тегін адвокат көмегіне жүгінуге құқықтары бар дейсіз ғой. Түсінікті. Енді жол көлік оқиғасы кезінде енді адам қайтыс болатын жағдайларда орын алып жатады. Осындай жағдайда моральдық, бір материалдық залал келген жағдайда жалпы талап кімге қатысты болу қажет? Мұндай жағдайда қандай заң бойынша қалай қарастырылған? Шығын келген жағдайда деп айтайық. Жол көлік оқиғасы салдарынан егер адам қайтыс болған жағдайда, бұл қылмыстық жауаптылыққа тартылады, бұл кінәлі адам. Енді қылмыс қарау барысында енді моральдық, материал жағдайын қаралады. Қылмыс қарау барысында егер де ондай мәселе көтерілмеген жағдайда, ондай жағдайда азамат түрде жүгінуге құқықтары бар. Енді сондай-ақ қазіргі таңда енді жол көлік оқиғасы орын алған кезде жалпы сақтандыру компанияларында міндетті түрде болу керек па? Ол қалай шығынды қалай есептеледі? Егер сақтандыру компаниясы ол шығынды өтей алмаса, бұл жағдайда мәселе қалай шешіледі? Енді сақтандыру компаниясы мәселесі бойынша көптеген жағдайда істі қарау барысында егер де көптеген жағдайда осы іс бойынша мысалы келтіре кетейін, осы жол көлік оқиғасына қатысты осы кісіге іс қаралып кінәсі анықталып отырған жағдайда екінші сол адам енді келтірген материал шығынды өтеп беруге міндетті. Айтады, осы сот қарау барысында келтірген шығынды міндетті түрде жөндеймін, сақтандыру компаниясы арқылы деп айтуы мүмкін. Сол сақтандыру компаниясына барып арызданады. Ол жол көлік оқиғасы болған жағдайда айта кеттік, осы полиция қызметкерін шақыру керек, сонымен қатар сақтандыру компаниясы хабарлау керек. Осындай жол апатына түстім, сондықтан ескерту керек негізінен міндетті түрде. Егер де көлік сақтандырылған жағдайда сақтандыру компаниясы арқылы келтірген шығын өтеледі. Егер көлік сақтандырылмаған жағдайда, өз еркімен өтемеген жағдайда материал шығынды енді жәбірленуші деп айтуға болады. Осы іс бойынша азамат түрде жүгінуге құқығы бар, азамат түрде қаралады. Егер сақтандырылмаған жағдайда немесе көлікке келтірген шығынды өтеуден бас тартып отырса, құқық бұзушы ондай жағдайда.
Енді осы көбінесе сіздің осы тәжірибеңізде, сіздің практикаңызда деп айтайық, иә, осы жол көлік оқиғасына байланысты көбінесе қандай істер қаралды? Мысалы, осы сақтандыру компаниясына байланысты болсын, немесе басқа да бір оқиғаларға байланысты болсын. Көлікке қатысты істер бойынша өзім практикамда көбінесе осы жол көлік оқиғасына қатысты осы материалдық шығын келтіру, адамның денсаулығына жеңіл дене жарақат келтіру істері көптеген жағдайда түсіп жатады. Сонымен қатар осы автокөлігім, алкогольдің масынан күйінде басқарған істерде түсіптері күнәрапта түсіп жатады. Бұдан басқа көлікке қатысты осы 596 бабының, әкімшілік туралы кодекс 596 бабының 3-ші бөлігімен көзделген материалдар түсіп жатады, әкімшілік материалдар. Олар не деп? Олар қарсы бағытқа шығу, солға бұрылу, яғни үздіксіз қоса жолақты кескен жағдайда сондай істерде көп түсіп жатады. Енді жалпы жол патрульдік полициясы жүргізушіні қандай жағдайда тоқтатуға міндетті, және қандай да бір мысалы тоқтатқан кезде жүргізуші нені ескеру қажет, нені білмей жатады? Қайдай жағдай тоқтатады деп тұрсыз сұрағанда? Егер де осы жол қағидаларын, талаптарын бұзған жағдайда жол патрульдік полиция қызметкер тоқтатуға құқы бар. Сонымен қатар профилактикалық жұмыстар жағдайда, ондай да жағдайда тоқтатуға құқықтары бар. Енді ескеру, қандай жағдай ескеру керек? Енді көлік тоқтатқан жағдайда, енді полиция қызметкері міндетті түрде өзін таныстырып, не себептен тоқтатқанын айтып түсіндіру керек. Енді жүргізушіні жалпы себепсіз тоқтататын кездер бола ма? Ондай жағдайда жүргізуші нені ескеру қажет? Енді сот істі қарау барысында осы не себептен тоқтатқанын анықтаймыз. Себебі осы әкімшілік туралы сотында ондай істер жиі кездесіп тұрады. Көптеген адамдар сотқа шағымданады. Осы кодекстің 44-ші тарауында көзделген полиция қызметкерін басқа да лауазымдылардың әрекетін заңсыз деп тану жөнінде осы тарауда көзделген. Сонда адамдар шағымданады, осы іс қарау барысында жол көлік оқиғасына қатысты болмасын, басқа да осы құқық бұзушылық мен заңсыз тоқтатты деп. Бірақ та осы ешқандай құқық бұзушылық жасаған жоқ деп, сонда шағымдар түсіп жатады әрине. Соны сот қарау барысында анықтайды, не себептен тоқталған, оны істі қарау барысында ол бойынша баға беріледі. Енді жаңа айтып өттіңіз, сондай-ақ енді белгілі бір заңды бұзған жағдайда міндетті түрде енді жүргізушіні тоқтатады, және профилактикалық шаралар кезінде деп айттыңыз, яғни рейдтік шаралар кезінде де тоқтатуға құқылы. Енді осындай кезде жүргізушіні тоқтатқан кезде қандай да бір құжатты көрсету керек па? Жүргізуші ол құжатты талап ете ала ма ол жол полициясына, патрульдік полициясына? Егер де осындай жағдай полиция қызметкері осы тұлға түрлі шаралар кезінде, профилактикалық шаралар кезінде де осыны осы қандай да құқық бұзушылық жасаған анықталып отырса, өз көзімен көрсе міндетті тоқтату керек. Тоқтатқан кезде өзін таныстырып, бейнежетосын қосады, нагрудный жетон деп айтады ғой, соны қосып, енді кісі өзіне таныстырып, құжаттарын сұрайды, құжаттары бәрі ма екен, көлік кім атағында екен, оның бәрі анықтау керек. Сонымен қатар осы хаттама, егер де осы қандай құқық бұзушылық анықталып жатырған жағдайда, ондай хаттама толтыру барысында егер де осы тұлға кінәсін мойындап, мен жағынан қате кетті деп мойындаған жағдайда ол кісі айыппұл салады. Сол жерде планшетпен полиция қызметкері барып, қандай құқық бұзушылығын айтып, түсіндіріп бұл кісіге хаттама толтыру барысында құқықтары міндеттерін түсіндіреді, міндетті түрде ол жөнінде белгі қойылады, ол жөнінде. Енді бұл хаттамамен келіскен жағдайда айыппұл төледі. Сол айыппұл мөлшері елуге де жетуге төлеген жағдайда 50% айыппұл мөлшері төленеді. Енді осы айыппұл мөлшеріне тоқталсақ, жалпы айыппұл күні қашаннан бастап есептеледі? Сол күні қандай да бір құқық бұзушылық жасаған күннен бастап па, я болмаса мекен-жайға хат келгеннен бастап па? Мысалы, кейде хат белгілі бір жағдайларға байланысты кешігіп келеді, мұндай жағдайда не істеу керек? Енді осы айыппұл мөлшері сотпен қаралған істер бойынша айта кетсек, осы сотпен егер де құқық бұзушы кінәлі деп танылып, айыппұл салынады. Сонымен қатар сот қарау барысында айта кетеді, соттың қаулысы заңды күшіне енгеннен кейін 30 күнде төлеуге тиіс деп айта кетеміз. Соттың қаулысы осы заңды күшіне енеді ме? Қаулысы мысалы бүгін болса, бүгін күн санайсыздар, сонымен қатар 30 күн уақытыңыз бар төлеуге деп түсіндіріп айта кетеміз. Ескертіледі дейсіз ғой. Арнайы одан кейін де хат жіберіле ма мекен-жайға енді? Осы сайт бар, сайт арқылы соның бәрі қаулылар, ол кісіге қатысты қаулылар бәрі енгізіледі. 3 күн ішінде қаулы дайын болады. Сол сайт арқылы алуға құқықтарыңыз бар екенсіздер. Кейбір адамдар бар, осы жоқ, аяқтай алып кетемін дейді. Оған қарсы білдірмейміз, жақсы деп
келісе қоямыз. Енді кей жағдайда енді айыппұлдың 2 рет төленіп кететін жағдайлары болады. Бұндай жағдайда енді қалай шешіледі бұл мәселе? Айыппұл енді 2 рет төлейтіндей жағдай, енді бір құқық бұзушылық үшін адам 2 рет жауапкершілікке тартылмайды. Енді ондай жағдай болып көрген жоқ дейсіз ғой? Әртүрлі құқық бұзушылық болуы мүмкін. Мысалы, айта кетсем, яғни бір кісіге қатысты хаттама толтыру қандай жағдай толтырады? Көбінесе жол көлікке қатысты, жол кодексіне қатысты, яғни материалдық шығын бойынша осы Қазақстан Республикасы әкімшілік туралы кодексінің 610 бабының 1 бөлігімен осы кісіге материалдық шығын келтірген бойынша хаттама толтырады. Сол уақытта егер адам сол жерден кетіп қалған жағдайда екінші хаттама толтырылады. Яғни жол көлік оқиғасынан кейін кетіп қалған жөнінде екінші хаттама толтырады. Ол енді әртүрлі бап. Бір жауапкершілік болып есептелмейді. Түсінікті. Құрметті көрермен, біз сіздермен тікелей байланыстамыз. Біздің бүгінгі тақырыбымыз көліктегі құқық бұзушылықтар. Студия қонағы Атырау қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған сотының төрағасы Абуғалиева Самал Сәрсенбекқызы. Егер студия қонағына қояр сауалдарыңыз болса, 51-60-54 нөміріне хабарласа аласыздар. Сондай-ақ біз сіздермен әлеуметтік желілерде тікелей байланыстамыз. Өз сауалдарыңызды пікір ретінде қалдырсаңыздар болады. Және сіздер үшін арнайы WhatsApp желісі жұмыс жасап тұр. 705-221-1958 нөміріне сұрақтарыңызды жазбаша түрде жолдай аласыздар. Бізге енді WhatsApp желісі арқылы келген көрермендерімізден сауал бар. Сәлеметсіздер ме? Мені кеше жол полиция қызметкері тоқтатты және түсуімді бұйырды. Өтінген жоқ. Мен көліктен түсуге міндеттімін ба дейді. Енді бұл да манағы жүргізушінің жалпы нені ескеру қажет, нені білу керек деген сұраққа саяды. Осыған айтып өтсеңіз енді. Міндеттімін ба дейді мен көліктен түсуге. Енді не себептен тоқтатқанын оны анықтау керек. Оны нақты жазбаған. Не себептен екенін анықтап жазу керек. Осы егер де полиция қызметкері айта кеттік, осы жол қағидаларын талаптарын бұзған жағдайда міндетті түрде автокөлікті тоқтатып, осы кісіге қатысты түсіндіру керек, өзіге таныстырып, не себептен қандай қағидаларын бұзып отырсыздар. Егер де осы алкогольдік ішімдік ішкенін сезіп отырса, полиция қызметкері сол кісіге түсіндіріп, айтып, түсуге көлігінен түсіп, соның бәрін талаптарын негізде түсіндіру керек бұл кісіге қатысты. Медициналық сараптама өткізу керек. Сонда осымен байланысты олар деп ойлап отырмыз. Ондай жағдайда енді жалпы жай тексеріс кезінде құжат сұраған кезде көліктен түспеуіне болады ғой. Полиция қызметкері тапсырған тапсырма міндеттерін орындау керек. Полиция қызметкері талаптарын орындамаған үшін бұл Қазақстан Республикасы әкімшілік туралы кодексінің 667 бабының 1 бөлігінде көзделген. Егер міндеттерін орындамаған жағдайда. Заң бойынша жауап береді дейсіз. Онда осы жерде қоса кетейін көрерменіміздің сауалына, жалпы қандай жағдайда көліктен шығу керек? Жаңа айтып өттіңіз, қосымша қандай жағдайда шығу керек? Енді қандай да құқық бұзушылық анықталған жағдайда, сондай жағдайда міндетті шығу керек. Түсінікті. Енді келесі көрерменімізден келген сауал бар екен. Осыдан 1 жыл бұрын машинамның лавабойына тас тиіп жарық болды. Сол үшін маған әкімшілік айыппұл салды. Бұл дұрыс па, қалай анықталады дейді. Рахмет көрермен сауалыңызға. Терезе енді шытынаған үшін маған айыппұл салды дейді. Көлігінің терезесіне енді материалдық шығын келген жағдайда енді айыппұл салуы дұрыс, себебі ол жол жүріс қағидаларының талаптарына сай нақты көрсетілген, бұл тарауында көрсетілген. Ондайда құқық бұзушылық анықталған жағдайда айыппұл салынады. Кісіге хаттамасымен таныстырып ескерткен бар, қандай құқық бұзушылық жасаған жөнінде. Түсінікті. Келесі көрерменімізден келген сауал бар екен. Сәлеметсіздер ме? ДТП болды. Яғни енді жол көлік оқиғасы орын алған. ГАИС, енді жол патрульдік полициясы схеманы қатесізді. Келіспейтінімді протоколда көрсеттім. Адвокат бермеді, карта фото бойынша дәлелдедім. Соққан жерінде дәлелдеп көрсеттім. Сотта сетті үзіп жіберіп, менсіз шешім шығарды. Сосын апелляцияға бердім, онда да бәрін түсіндірдім. Судья келісті, бірақ шешімді өзгертпей, толық сөйлетпей шешім шығарып тастады. Одан да жоғары сотқа бердім, олар да қарамады. Қалай ақиқатқа жетсем болады дейді. Рахмет көрермен сауалыңызға. Енді схеманы қатесізді дейді. Енді бұл схема деп тұр, бұл қандай жағдайда сызылады? Ең бірінші соңған тоқталып өтсеңіз. Схема жол көлік оқиғасы схемасының алдында айта кеттік. Қандай жағдай сызылады? Егер де осы жол апатына түскен жағдайда полиция қызметкері 2 адам қатысуы міндетті түрде толтырылады. 2 адам қолда тұрады, танысқан жол көлік оқиғасы схемасымен танысқан жөнінде. Енді әр адам көрсетеді. Жол көлік оқиғасы осы жерде болды, бұл басқа жерде болды деп айтуы мүмкін. Сол бойынша көрсетіп схема толтырылады. Енді схемадан кейін хаттама толтырады. Хаттамадан кейін осы іс материалын жинақтап сотқа табыс етеді.
Енді бұл кісі соттың шешімімен келіспей отыр ғой. Схеманы қате сызды, мен келіспейтінімді айттым дейді. Апелляцияға да бердім, енді қазір жоғары сотқа да беріп отырмын, бірақ шешім өзгермей тұр дейді. Енді не істесем болады дейді. Істі қарау барысында ол кісі айтқан бұлар енді жол көлік схемасымен келіспеймін жөнінде, оны сот тыңдаған бұлар. Енді соттың қаулысы енді күшіне енді бұл кісі енді келіспеген жағдайда негізінде шағымданып, соның бәрін көрсету керек еді шағымында. Шағымында енді көрсетсе де ол кісі де кінәлі деп танылып, енді шешім шығып кеткен. Енді негізде адамдар деген міндеттерде алдын ала ескертеміз ғой. 3-4 күн бұрын осы СМС сообщение кетеді адамдарға, қай күні сот отырысы болатын жөнінде. Қазір бүкіл процестің бәрі онлайн түрде өтіп жатады. Телефон арқылы бәрін қосып, міндеттерде қатысуын өткізіп жатырмыз. Егер де осы адам біле тұра сотқа қатыспаған жағдайда, ешқандай өтініш түспеген жағдайда, сонда сырттай қаралады. Енді бұл кісі жоғары сотқа да бердім дейді. Енді одан кейін тағы енді кімге шағымдана аламын дейді жалпы? Жоғары сотқа берем деп отыр ғой. Енді біріншісі соттың сатысының қаулысымен келіспей отыр, сонымен қатар апелляциялық қаулысымен келіспей отыр. Шағымдана құқы бар енді ары қарай жоғары сотқа. Жақсы, рахмет көрермен сауалыңызға. Құрметті көрермен, егер қояр сауалдарыңыз болса, 51-60-54 нөміріне хабарласа аласыздар. Ал WhatsApp желісіне сұрақтарыңызды тек жазбаша түрде жолдай аласыздар. 705-221-1958 WhatsApp нөмірі сіздер үшін жұмыс жасап тұр. Енді Самал Сәрсенбекқызы, жалпы осы әкімшілік айыппұлдарға тоқталып өтсек, құқық бұзған жағдайда айыппұлды неше күнде төлеуі тиіс, және егер уақытылы төленбей қалса не болады, ол бір өсімі одан сайын пайда бола ма, я болмаса бір мен осындай жағдайға байланысты төлей алмай жатырмын деп бір ескерту керек па? Жалпы әкімшілік айыппұлдарға тоқталсақ. Сот қаулысымен айыппұл салынған жағдайда айыппұл ерте түрде 30 күн ішінде төлеуге тиіс. 30 күн ішінде төлеуге тиіс. 30 күн ішінде, егер уақытылы төленбесе, ол мәжбүрлі түрде сот орындаушы орындауға табыс етіледі. Соттың қаулысы. Істі қарау барысында міндеттерде құқық бұзушыға түсіндіріп айтамыз. Соттың қаулысы заңды күшіне енгеннен 30 күнде, 3 күнде төлеуге тиісті деп ол кісі біледі, қатысады сот отырысына. Енді 30 күнде төленбесе, сонымен қатар қаулыда көрсетіліп кетеді. Ол жөнінде егер 30 күн ішінде төленбесе, мәжбүрлі түрде сот орындаушыға жібереді, орындауға жолданады. Түсінікті. Енді көрерменімізден келген сауал бар екен. Сәлеметсіздер ме, тәртіп сақшысымен келіспеген жағдайда қала аралық трассада адвокат шақыратын мүмкіндік бола ма дейді. Енді жаңа хабарымыздың енді басында айтып өттік, біз тегін адвокат көмегіне кез келген азамат жүгіне алады деп. Енді бұл кісі қала аралық трассада деп тұр. Енді адвокат шақыратын мүмкіндік бола ма жалпы бізде дейді. Ондай мүмкіндік бар. Енді бұл кісі айтуы мүмкін, хаттамамен қазір уақытта осында құқық бұзушылығын келіспеймін деп, оны хаттама толтыруын кейінге қалдыруға енді өтініш білдіреді полиция қызметкеріне. Яғни құқығы бар ғой? Құқығы бар, иә. Келесі сауал, көрерменімізден келген сауал. Жол полициясы жүргізуші талап еткен жағдайда өздері қандай құжаттарды көрсете алады? Камераның төлқұжаты, қызметтік куәлік, тәртіпті қадағалауға берілген аумақты нақтылайтын құжаттарды сұраса, көрсетуге міндетті ме дейді? Полиция қызметкері депті ме? Егер біз мана полиция қызметкерлерінен сұрасақ, олар қызметтік куәліктерін тәртіпті қадағалауға міндетті ме дейді? Көлік тоқтатқан кезде енді әрине полиция қызметкері өзінің қызметтік куәлігін көрсетеді, өзін таныстыра кетеді, куәлігін таныстыра кетеді, себебі деген бұл кісі білмейді кімнің тоқтатып тұрғанын, қандай бұзушылық жасап отырғанын, соның бәрін айта кетеді тоқтатқан кезде. Көрермен, біз сіздермен тікелей байланыстамыз. Егер тақырып аясында қояр сауалдарыңыз болса, 51-60-54 нөміріне хабарласа аласыздар. Сондай-ақ біз сіздермен әлеуметтік желілерде тікелей байланыстамыз. Өз сауалдарыңызды пікір ретінде қалдырсаңыздар болады. Және сіздер үшін арнайы WhatsApp желісі жұмыс жасап тұр. 705-221-1958 нөміріне сұрақтарыңызды жазбаша түрде жолдай аласыздар. Біздің бүгінгі тақырып көліктегі құқық бұзушылықтар жайында. Студия қонағы Атырау қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған сотының төрағасы Абуғалиева Самал Сәрсенбекқызы. Самал Сәрсенбекқызы, енді азаматтар жаңа көбіне қандай істерді енді ескермей жататын айтып өттік. Жалпы сотқа жүгінген кезде енді арыз беру тәртібіне тоқталып өтсеңіз, арыз беру тәртібі қандай, нені ескеру керек, қандай жағдайларды толық нақты көрсету керек? Егер ол арызда қандай да бір себепке байланысты дұрыс көрсетпей қалса, я болмаса сол мезетте есіне де түспеуі мүмкін ғой, дұрыс жазбай қалса, ол қалай ескеріледі? Кейін тағы да қосымша жалғай ала ма?
арыз түсу тәртібі дейсіз да, көлікке қатысты. Көлікке қатысты, иә. Енді осы былай айта кетсек, әкімшілік туралы сотында осы жол көлік оқиғасынан басқа осы әкімшілік туралы кодекстің 44-ші тарауымен, сонымен қатар 44-те-1 тарауымен қаулыларға, хаттамаларға шағымдар қарау көзделген. Егер де хаттамамен келіспеген жағдайда, сонымен қатар полиция қызметкерінің немесе басқа да лауазымды тұлғаның әрекетін заңсыз деп тану жөнінде шағымдану құқықтары бар. Ол енді осы кодекстің 44-ші тарауында көзделген. Шағымды сотқа осы судебный комитет арқылы табыс етіп, сол шағымның артына нақты жазу керек, қай сотқа табыс ету керек, кімнен екенін аты жөнін көрсетіп, телефон номерін көрсетіп, сонымен қатар сот шағымның артына хаттама көшірмесін міндеттер тіркеу керек, хаттама көшірмесін, сонымен қатар жеке куәлігін, қандай да дәлелді құжаттар бар, соны бәрін тіркеп сотқа тапсыру керек. Ол хаттамаға қатысты. Егер де ол кісіге қатысты ол басқа да құқық бұзушылық бойынша қаулы шығарылған жағдайда, осы бағана айта кеттіңіздер ғой, терезесіне терезесін кеткен жағдайда, көрерменімізден сауал болды, немесе басқа фар жанбаған жағдайда ондай түсіп тұрады шағымдар. Ондай жағдайда бұл кісіге қатысты қаулы шығарып, айыппұл салынған жағдайда айыппұл төлемесе, ол уже қаулыға шағымдану құқығы бар. Бұл енді кодекстің 44-те-1 тарауында көзделген. Шағымда мәнін көрсетіп, міндетті түрде сол шағым артына қаулын тіркеп, жеке куәліктен басқа да дәлелді құжаттарын тіркеп сотқа тапсыру керек. Енді осы 44-тің тарауы бойынша шағым 10 күн ішінде қаралады. Енді осы арызданушының қатысуымен міндетті түрде қаралады. Осы қаулыға мен келіспеген жағдайда, шағым түсіп отырған жағдайда, ол 15 күн ішінде қаралып, ол кісі арызданушы шағыммен қаралып, міндетті түрде ойынша сот істі қарау барысында бағасын береді. Енді бізде уақыт болып қалды, дегенмен де көрерменімізден келген бір сауалға қысқаша нұсқа жауап берсеңіз. Жол патрульдік полиция қызметкерін мен суретке, видеоға түсіре аламын ба, ол бойынша заңда қарсы көрсеткіш жоқ па дейді. Енді қазір әлеуметтік желілерде таралып жатыр, жол патрульдік полициясын видеоға түсіріп, бейне жазбаға түсіріп жатады, яғни ол заңды ма дейді, бола ма дейді түсіруге көрерменіміз. Енді көптеген ондай жағдайлар жиі кездесіп жатыр, полиция қызметкерінің ескертесін не себептен түсіреді. Кейбір адамдар болады, осы жол апатына схемаға айта кетсек де, мысалы айта кетсем, схемаға байланысты жол көлік схема. Кейбір адамдар айтады, мен толтырды, немесе мен ол схема келіспеймін, өзін қорғау мақсатында ол схемаға қатысты видеоға түсірген жақсы негізінде. Нақты түсіріп, ол жерде оқиға болды, белгілеп, соны видеожазбаға тіркеп, іс материал тіркеген жақсы негізінде. Істі қарау барысы жеңілдетеді істің қарауын. Жол патрульдік полициясы, яғни қызметкерін фотоға, видеоға түсірсе, ешқандай да заң бойынша қайшы емес қой. Полиция қызметіне ескерту керек қой, немесе сотта да осы сот қарау барысында адамдар рұқсат сұрайды соттан. Егер де төраға рұқсат берсе, видеоға түсіруге қарсы болмайды ондай жағдайда. Түсінікті. Енді Самал Сәрсенбекқызы біздің бүгінгі студиямызға келіп, көрермен сауалына, біздің сауалға жауап бергеніңіз үшін рахмет. Құрметті көрермен, тікелей эфирдегі заңға сай хабары осымен аяқталды. Бүгін бізде студияда қонақта болған Атырау қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған сотының төрағасы Абуғалиева Самал Сәрсенбекқызы. Әр аптаның бейсенбісінде арна қосулы болсын. Амандықта жүздескенше сау болыңыздар.